Ертеде, ешкі жүні бөртеде, қырғауыл жүні қызылда, құйрық жүні ұзында бір қоян болыпты. Бір күні қоян келе жатса, тасбақаны кездестіріпті. Қоян тасбақаға: «О, достым, қайда бара жатсың?» десе, «Бүгін күн қандай тамаша, серуендеуге шықтым. Өзіңмен кездесу бір ғанибет, кездесуімізді атап өтпедік пе?» депті тасбақа. Сөйтіп, дереу нан жабатын таба тауып, ұннан қамыр жасап, нан пісірмекші болыпты. Екеуі пісіріп жатқанда, қоянның ойына бір арам ой келіпті. «Бұл нанды қалай өзім жесем екен?» деп. Әр ойланып, бер ойланып, тасбақаға сонда былай депті: «Тасбақа, досым, былай істейміз бе? Мына табаны төбеден төменге қарай зырғытып жіберейік. Кім бірінші жетсе, сол жесін нанды» депті. Тасбақа оған келіскісі келмепті. Себебі қоянға еріп жете алмайтынын біліпті. Бірақ қоян дегеннен қайтпай тұрып алады. Осылайша тасбақа да көнуге мәжбүр болады. Сол кезде оның ойына бір айла келіп, қоян басқа жаққа қарап тұрғанда, табаның ішінен нан жабыспасын деп сулап қойыпты. Қоян табаны төбеден зырғытып, өзі төменге қарай зулай жөнелгенде, нанның табадан түсіп, ағашқа барып жабысып қалғанын көрмей де қалады. Ал тасбақа болса, асықпай төменге түсіп, ағашқа жабысқан нанды алып жей бастайды. Әрең дегенде табаға жеткен қоян ішін ашып қараса, нан жоқ. Не істерін білмей төбеге қарай жүгіре жөнеледі. Жүгіріп келе жатып, ұзақтан тасбақаның нанды жеп отырғанын көреді. Амал қанша, келісім бойынша нанды бірінші алған жеу тиіс. Қарны ашқан ол жалбарына бастапты. «Айналайын тасбақа, бір үзім наннан берші» десе, «Бір үзім, екі үзім дегенді білмеймін. Өзі шикі піссе де дәмді екен» деп, барлығын жеп таусып қойыпты. Қарнын сипап тұрып: «Ал, қоян досым, бүгінгі тамақ өте дәмді болды. Саған үлкен рахмет» деп үйіне қарай жол тартыпты. Ал қоянның болса сілекейі шұбырып, қарны ашып, ағаштың бетінде қалған нан ұсақтарын кеміре бастайды. Міне сол күннен бастап ағаш қабықтарын кеміруді қояндар ұнататын болыпты деседі.